Үй жағдайында газдалған сумен клярын дайындап, клярын дайындап, чикен пісіретін боламыз. Ең алдымен ұнға бір жұмыртқасын, тұзын, қара бұрышын, паприкасын, егер ащы болғанын қаласаңыз, міндетті түрде қызыл бұрышын қоссаңыз болады. Және сарағаш суды қолданып, араластырып, клярын дайындап аласыздар. Тауықтың үстіне сеуіп, жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып, 6-7 сағатқа қалдырсаңыздар, өте керемет болады. Ұнға паприка, тұз, қара бұрыш, татымына қарай қызыл бұрыш қоссаңыздар болады, қалауларыңызға қарай. Аунатып тауығымызды қызып тұрған майға кемінде 7-8 минуттай екі жақ бетін аудара отырып пісіріп аласыздар. Дәмі өте ерекше, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Әлден Гаухар. Парақшама тіркелуді, лүпіл басуды, достарыңызбен бөлісуді